Қайырлы кеш қайырлы. Кім қай уақытта көріп отқанына ыңғайлы, біз кешке түсіріп жатырмыз. Бұл ерекше форматтағы подкаст. Ешқандай атақты адам келмейтін, ешқандай лицосы жоқ адамдардың, ешқандай мағынасы жоқ әңгіме. Қош келдіңіздер, жігіттер. Массовканың түрін жілігін шаққан, Қожа Ахмет Яссауиде ұйықтап қалатын, сақалды битіп шаштан қойып алатын жиын, үлкен үйде бір болмайтын пландарда ойнайтын жігіттердің түкке тұрғысыз әңгімесіне қош келдіңіздер. Қош көрдік. Бүгінгі подкасттың ерекшелігі, біз қазір ортаға взнос ұстаймыз, жігіттер. Кімнің әңгімесі өте қатты өтімді. Мен взностың сумасын айтайын ба? Кесілген бірде болмасын да бәрі. Взностың сумасы 10 мың теңге. Мақсатымыз кімнің әңгімесі өте өтімді, осы бесеуімізге қайсымызға өтеді, сол кісі ортадағы ақшаны алып. Бәрі кесілген писайдыңыз ба? Апым платочке сап берді ма? Ала қырғыр кемпірім деп. Бәрі менгіне безімдегі. Тек бесімдіктар. Ескерген жағдай бүгінгі түсірілімнің спонсоры Қазбек Алтынбек. Алтынбек Қазбек ең үздік оператор. Жазылыңыздар номер 1. Ал жігіттер, қай жақтан бастаймыз? Бастаймыз ба? Неден бастайсың ке? Қыдырдың футболкасынан. Футболкасы мощный екен. Макс айтсай бастайсың екен. Қызық оқиға ғой. Иә. Баяда Шымкентте жұмыс істеп жүрген кезде, театрда отпускке шығуға бір 2 күн қалған кезде Тауық көпеге барғанбыз. Тауық көпе деген асыра кетті деп ойламадыңыз ба, қандай? Квартира. Я времянка қылады да, астын үстіне 2 этажды квартираға беріп тастайды. Сөйтіп, ол жақта біздің бір інішектер тұратын. Барамыз, кіріп көреміз, ол уақытқа дейін квартирада тұрдық, анам барып, шок болдық қой, тура осыны кішкентай бөлме, жататын жер, газ бәрі бар. Ініміз күтіп алды, ол енді жақында келген қалаға негізінде. Бірінші біздің квартираға келіп таң қалып жүрген, ана жерде тұрып жатқан көріп, мен таң қалдым. Осы жақта тұрып жатсыңдар ма десем, иә, енді сол осындай болып қалды деді да, Бекжан жақта ғой, аэропортқа жақын жерде. Осы жерде тұрып жатыр, осындай болып қалды деп әңгімесін бастаған сол еді, самолет ұшады ғой, короче. Ары кетсе бір 300-400 метр ғой расстояние аэропорттан. Енді короче, самолеттен ұшып келатқан елесетіндер, самолет бүйтіп ұшып келеді ғой, алыстан. Енді сендер өз жақта тұрып жатсыңдар ма деп мен айттым. Я деді, самолет уже примерно біздің үстімізге келді. Я деді, далаға жүгіріп. Самолет бүйтіп қазір көреді. Жақыннан көмеген ба? Аэропортқа қонғанша күтіп тұрады. Қайтып келеді да, осы жерде тұрып жатырық қойын ағасы, жағдай осындай болып қалды дейді. Қанша болып тұрып жатқандар енді екінші самолет келеді. Қатырапта қайтып келіп, сөйтіп ойдағыда үш жігіт болып тұрдық. Жігіт отырдық. Сөйтіп та тұрғанда мен кетіп қалдым, жігіттер тұрамайды, ренжімеңдер. Условия вообще жоқ, жуынатын жер жоқ қой, короче. Кетіп қалам, қызық енді бастылайын деп 4 бала, или 3 или 4 нақты есімде жоқ, кейін информацияда естідім да. Ішінде біреуі өзім ішкен ғой сол жерде. Іші ауырады ғой. Іш ауырғанда да қазір рекламадан шығып жүрген диарея болып ауырады да, короче. Жарық жылдам ба, дыбыс жылдам ба деген. Жарығың да жылдам емес, дыбысың да жылдам емес. Ең жылдам іш өтеу деген сөз жүрді. Түн, қақаған түн шегірткенің дауыс шығатын уақытта, бөлмеде жатқан кезде дауыс шығады дағаны, сыртқа шығады дана бала. Ол жерде времянка былай салынған болса, туалет о жақтай, короче, 100 метрдей бар туалетке примерно расстояние. Үлгере алмайтын сезді ғана. Қатарынан өзі 10 үй болса, олар сол бір 9-шысында тұр да, 10-шысында біреу бар, 9-шысында тұр. Туалетке үлгере алмайтын білет та, 8-ші үйдің есігінің алдына бітіріп кетеді ғой. Үлгере алмайды. Әнет жоқ, ол реально. Астархан жайы. Үлгере алмайды. Үлгере алмайды. Болды уже момент. Секунд, миллисекунд даже үлгере алмайтын білет та, сол жерге тындырады. Тындырғаннан кейін енді тастап кете алмайсың ғой. Ол жерлерді білесіңдер, құманмен, любой времянка есігінде құманмен спрага тұрады всегда. Құманмен кішкене шашқан ғой бейдана. Ұяты оянған ғой. Енді кішкене Иман жүзаған Ұяты оянған кепір жүр. Кім екен білмеу үшін көршінің есігін алдына жаңағындай барып
құяды да ғана осы бітіп кетіп бара жатқан кезде есіне түсіп кеткен ғой енді ертең ұят болады деп су құяды да сыпырғанда да андай қылып сыпырған ана есіктен ана су шашыңдар да көріп жатсаңдар есіктен су шашып бүйтіп сыпырған басып бүйтіп тартып қойсын дождь дейді вообще анау баяғы дождь деп ойлайсыз шашты қараңғы түнде көрмейді ол сөйтіп жатады жатқан кезінде 10-шы бөлмедегілер иіс шығып жатыр ма деген сияқты бір әңгіме болған қасында жатқан балалар иіс шығып жатыр ма сыртқа шыққанда бір әйел кісі шығып қалғанда оля жан деген не болып қалды иә сол жерде не болып қалды мына жерге біреу бүлдіріп кетіпті ташлап кеткен ташлап кетіпті деген бесіктегі әңгіме айтайықшы қалай бар солай әңгіме тұшып кетіпті Тышып кеткен не істейміз осы? оны естіп жатыр ғой ана түр бермей жатыр дегендей аузында тұрған ғой енді таң азан ağzына қарайды не болды екен бірақ білмедім ана сыпырып кеткен бәрі иіс алып кеткен ғой енді сыпырып кеткен ғой таза ғой қарап қалсам ол жерде аппақ 2 күн бұрын әктеген ғой ана не бар екен деп қарап қалсам 9-шы бөлмеден 2-ші бөлмеге дейін искусство жұлдыз хом Леонардо Ди Каприо қашқам ана мен азына қарасам қызың суреті сондай бала сондай бір история өткен таңғалдыратын нәрсе ол жаңағы апыр топыр тез істеп кетті ғой Иә, жылдам екен. туалет жай 53 секундта үлгердім деді ғой сонымен 53 секунд қарап тұрған ғой мен туалет 10 секундта бітірген қалған 30 секунд туалет до того алыс болған ба жоқ туалеттің алыстығын жаңағы 53 секундты қоя берші ол кісі шығып болғаннан кейін атын түспей киіп алды ма деген қағазда бар ма Үлгермеген ғой. қытыр рет қалса фук-фук қысып қалды 3 секундта бүйтіп қиналып салтыратып тишина ма дамба ашылып жабылып тұр қайтадан деген кино көрсеңдер реклама сондай біраз болғанда әңгімеңіз жақсы Не? басы ғой Әдемі зор. мен айтайын жігіттер ойлап жинап алғанша 2018 жылы Мстители война бесконечности финал шығады мен ол кезде Россияда жұмыс істеймін Россияда біздің ауылда сәл ағырақ бір ауылдың бір братанымызбен бірге жұмыс істедік екеуміз не керек кинотеатрға барып сол фильмді көретін болдық ана кісі ойладым не мықты фильм бір өзім барып жылаймын ой братан барайық сонымен таңғы сағат 11-дегі сеанста билет алып сол жақтан 2 билет алып бір күн бұрын барып қалада демалдық сонымен ертең ұйқымда отырып барып адам лық толы қандай фильмді өзінің қызығы жоқ ана вообще негізі жанал сезім ба дедім ау тек қазақша көрдіңіз менен үлкенмегім бар ма 87 жыл ма 88 жыл сонымен братан кетіп жүрексің көресің деп апарып жанына серік керек болғаннан кейін бардық та киноны кірдік еще біз анда 3D залға кеттік очкилер сол очкиді алып көріп отырған кезде яғни қызықпайды ғой енді мультяшный ғой анимат несі сонымен 20-шы минутқа келген кезде біз аулақ толы братанды түртіп қойып оянған сәл деген сүйсетін жерінде оятшы сүйсетін жерінде оятасыңшы деген жоқ сол ана финал Мстители финалды көрген адамдар болса көп біледі ана соғыс болды таныс соңында валькирия атпен шауып келе ана 3D очки деп отыр звук жарылыс ат шауып ана соның арасында түс көріп отқанда и бұл түсінде ауылына кеткен ғой ат қораға барған ұйықтап отқан кезде сонымен бұлтың арасында оянады ғой и сол момент совпадение валькирия прямо на камеру шауып келе жатыр сонымен киноны біз объектив жақсы жерден алатын жерден орын аламыз сол прям соған шауып келе жатқандай орын атып кім айтады да ма очкимен прям шауып келе жатқандай эффект болған
братан, отыр әлі келіп тұр. Россияда. Россияда Орыстар госы дейді ғой. сондай. Жаңа сіздер айтып жатсыздар ғой, бір жігіт деп атын айтпай неғып жатсыздар ғой, мен атын айтамын. Олжас, класстаспыз, әрі группаласпыз да, актерскийда. Қызықтар қалай өткен ғой. Өнерде оқимыз. Ренжіп отыр ғой енді. Біз өзіміз енді өнерде оқимыз, университеттеміз, 2-ші курс па оқимыз, по-моему. Сол кезде 2-ші курста Астанаға барамыз. 4 группаластар. Астанаға барып отырып, тамақ заказ жаңағы жеп отырамыз. Асхана дедіңіз? Асхана. Университеттегі асханаға тамақ жеп отқан кезде бір столда отырмыз, бір стол пустой, ар жағында тағы бір столда басқа факультеттің қыздары келеді. Өздері студентпіз, жаспыз енді. Реңді шалып тұрған кезің. сөйтіп басқа факультеттің қыздары келіп отырады ғой. Тамақ жеп отырды да, ол соғызға қарап, көзбен тесіп отырамын дейді, сындырамын деді да енді. Көзбен тесіп отырады дейді. Бұның миында флешбек пайда болады. Ана қызға қарап тұрды, қызбен бірге гүлде андай сенің мөлдір көздерің. Сондай болып жатады енді. Фантазия. Фантазия қарап отырған кезде бер жағында бір стол бос дедім ғой. Сол жерге бір 3-4 тағы да басқа факультеттің балдары келеді. Енді балдар енді. Бұл сол қараң үй қалып кеткен ғой, қызға қарап тұр ғой. Ойлана. Ана балдар келеді. Ол балдар көріп тұрған жоқ, ол қыздың несімен қолсас гүлде бидайды ұстап кетіп барды. Бәрі елестеп қарап тұрған бүйтіп. Жаңа балдар келіп отырады көрші. Ол балдар отырған көрінбейді, қыздар қарап тұрған сияқты, бірақ балдар келіп отырады алдына. Ана балдарда отырып, ол қарап қалды, қарап қалды. Сәл қарайды да бір-біріне. Не болды, бауырым дейді да, ол жасашы. Оянып кетті көрші, ол да қарап қалды. Мен қақта ерегіспей сол жерде нормально шешіп кетуге болады негізі. Бірақ қарап тұрды да, бір братандардан ба бір жерде естіп алып сөздері ғой. Камераға, қайсы камера? Бүйтіп айтады. Адам боққа да қарайды ғой дейді көрші. Бәрде ерегісіп кетеді. Ай, шамам жетпей қалмады қой. Қайға біл, мен қорқақ адам боққа да қарайды ғой дейді аналарға. Түсінбедім, бүйтіп аналар тұрады көрші. Тұрып атады көрші. Тұрып атқанда тағы да бір группаластар болған балдар бізде. Қойыңдар, жігіт кейін сыртта дейді көрші. Ана балдар қайтадан отырады, тамағын жеп атады. Енді андай бір сәл кекілжің болып қалған кезде сыртқа шығатын кезде төбелесті елестетесің ғой. Жай енді шапалақ ұрады ғой негізі. Төбелесті ойлайсың. Аяқтай қаласың ғой өзің. Аяқтан бастап жан кете бастады. Жай уже төбелесті ойлайсың. Бұл жігітте де сондай болған, аяғынан жан кете бастады. Бізде ойын төбелес болады қазір енді сондай болып отырған. Тамағымыз келді, аяқтан бастап жан кетіп отқан кезде бұл картошканы жейіндей ғой тамақты. Қол сәл діріліп кетті короче. Сөйтіп жеп жібереді короче. Ешкім көрмей қалды ма деп ойлайды ғой негізі. Мен оны көріп қоямын. Сәл байқап қаламын да ше. Жеп жібереді, соның бәрі кейін сыртқа шығып отыр. Аналар да бізбен бірдей жеп кетеді ана балдар да ше. Сөйтіп шығамыз сыртқа. Сөйтіп жеп болып сыртқа шыққан кезде ана балдар өзі негізі молодец, красавчик жігіттер екен. Жігіттер жаңағы безавид деп, нормально деп қол алысып, өзі дінде оқитын жігіттер екен, қол алысып нормально кеттік. Кім аттары? Ұмытып қалдым аттарын. Сонымен ол жігіттер жаңағы кетеді, бізде кетеді. 1-2 апта өтеді, оқуға келіп жүрік. Екеуміз сәл сөзге келіп қаламыз. Сөзге келіп қалып ерегісіп қала береміз жаңағы. Асханаға тамақ жеп отырсам маған тиіседі жаңағы бірдеңе не деп жатсың деген сияқты. Ерегісіп қала береміз. Тамақ жеп отырмын. Маған тиіседі қайтады. Қойсай деймін ба? Қойсай деп жатырмын ғой енді. Қой деп сөйтіп ерегісіп жатыр. Бірдеңе айтып, біраз нәрсе айтып жатыр маған. Тамақ кейін тұрдым да қасталып. Адам боққа да қарайды. Тамақ жеп жіберді вообще. Тамақты жеп жіберді өзі. Үн жоқ қой. Доли секунд қарап қалды маған. Жарылады. Сөйтіп күліп ойнап сөйтіп кеттік. Кейіннен барып уже жұрттар вайн түсіре бастады ғой. Президентке жаман комментар жазып суды бүйтіп ішеді. Сондай вайндар негізі авторы мына жігіттер сол историяны. Құдай қазір не дейсіз? Бір күні Шымкентте театрда істейтін кезіміз ғой. Қай театрда? Кукла. Кукла шығарып театр Анабель. Андай ма? Қандай кукла ма? Біреуін алдырмады ма бізге? Қасында досым бар. Бойдақ балдарға атып. Сонда мен карточкам, айлағардың банкам карточкам елестейді. Шымкент плазада ғана қабылдайды да. Қасында досым бар. Күз кезі ғой. Плазаның қасында бір университет бар ғой. 2х деп қойшы.
корпус бар ғой университет. Фармацевтика университеті. Студенттер шығып жатыр, кіріп жатыр, енді астана көтеріп адамдар күтіп тұр. Біз күз кезі сол ақша шешуге баратқанбыз жаңа досым екеуміз. Сөйтіп досым айтты маған, қазақ студенттер келеді, қыздар келген кезде, қыздардың алдына келген кезде маған ассалаумағалейкум деп айтты. Сонда қыздар келіп бізге тіреліп қалды да. Ойында ештеңе жоқ. Қаттырақ айтты деді. Соны келіп тағаны қыздар келатқан 3 қыз. Сөйтіп мен ассалаумағалейкум деп қолын создым да. Сосын бір кезде отырдық та жан-жағына қарап та танымадым деді ғой. Жаңағы кетті соларға. Ассалаумағалейкум деп тұрсыз. Ассалаумағалейкум ғой. Қолын берген жоқ қой. Маған қарап та жан-жағына танымадым деді. Жоқ, ана мен қарап қалмана. Ол келген ортаға кетіп барады. Қарайды. Қыздарға. Жаңып кеттім ғой. Содан қырылып қалғансыз ба? Иә, содан жүгіріп кеттім ғой. Артынан қуаладым. Не істеп жатсың? Не мынау деп ше. Анау айтып жатыр мен ренжімеші деді. Оны ана қыздар да көрді ма? Бәрі көрмейді, таниды жақсы. Бүкіл Шымкент көрген ғой. Жарылды. Сол күні полный телевизордан именно осы жерге кетіп баратқан көрсеткен. Действительно қатты жанған сияқты ше. Байқап жатсаң құйған есеге. Маған келіп жатыр, бәрінен бері келіп жатыр ше. Солай қыспай оған. Сенің ауыңнан алыс. Иә? Жаңа мен не қылып жатыр ғой, айтып жатыр ғой, мен мынаның қызығын айтып берейін, Шоханның ше. Қайрош деп еркелетеміз ғой негізі. Түсірем ғой. Қайрыш. Иә, бір достым бар тұғын, менің бір достым бар. Шамалы өзі қызбен жүрмеген, андай өзімен өзі да короче бүйтіп жүреді ғой. Қайрат екеуміз келатқанбыз. Қайрат Нұртасқа ұқсайды негізі. Крупный баласы ғой, күлкісін өзі. Бір бүйтіп қараңыздар, Қайрашқа ұқсап кетеді негізі. Жоқ. Ұзақ қарамау керек. Бүйтіп қарасаң Қайратқа ұқсап кетеді, бүйтіп қарасаң. Джонни Деппке маған ұқсайды ғой бір жағынан. Алиэкспресс ба? Иә. Бүйтеді тағана бір достым бар. Сол достыммен Қайрат бар. Екеуміз келатсақ, ана достым келіп магазинге кіріп келатыр, магазинге кіргенбіз ғой. Магазин кіріп келатыр. Магазинде тұрып та, ана достымды көріп қалдым да, чо там, дизи әперсе дедім да, анау әпермейтін жігіт тұғын негіз, тас. Дизи деді да, дизи әперді маған. Одан дизи дап алдым, сөйтсем, мынау маған қасына тағы бір андай гранатовый сок па андай, сок алды короче, 2 стаканымен. Шоқан бар, маған дизи әпермеді. Ол сокта алған шығар маған 2 стаканымен деп ойлады ғой. 1 стакан маған деп тұрмын ғой. Иә, 1 стакан сөйтті да кассаға келді ана досым. Кассаға келді да, төледі, сөйтті да жүгірді да қашты ана досым. Түсінбей қалдық, мен қолымда гореллам бар, жаңа дизиім бар, асықпай шығып келеді, мынау су ішкісі келіп бара жатыр ғой енді. Арқасынан жүгірді анау машинасына барды да отырып алды машинасына. Машинасын от алдырды, сөйтті да машинасының алдына барып тұрып алды, кет қалмасын деп. Су бер маған! Су бер! Олжас маған қазір су бермейді! Су бермейді деп жатыр маған. Ішкізбейді горилласын дейді. Бұл балаларға түсіндіргендей ма? Иә. Жоқ, ана машинаның ішінде отырған. Иә. Бұл сөйтіп отыр. Жоқ, лобовойдан ғой енді ана терезеден. Анау су бермейді маған бер деп отыр. Мен дизиім бар, асықпай бермеймін оны енді. Асықпай бүйтіп келатырмын. Келдім де досым машинасында отыр ғой енді. Досты су бер ана бүйтіп қараған бол, сөйтсем артына қарасам бір қыз отыр артында. Сөйттім де қайтып тұрдым да. Шоқан қоя сал, берем дейді. Шоқан Қайрат, дизи берем, қоя бер, қазір ұрман да. Ол машина, сен бермейсің, мен білем. Түс! 2 стакан алдың ғой. Қой бер, білем. Қойса. Ама ішіндегісін көріп тұрған жоқ қой бұл. Мақыл бере салам, бұлаяқ берем дизи деді. Ашымақ берем. Иә, берем. Қой басыл деп жатыр. Мынау ұстап қалған ғой. Бер деп жатыр. Жер тепкіле. Жер тепкілеп жатыр. Анаң бір досымның ерке баласы ұқсап ше, андай капотын ұрып жатыр ғой. Ана бар ғой. Қолымда қысты. Дәл сөйтіп жатыр ғой. Мама, вызывай такси. Дәл сөйтіп жатыр ғой. Сол мен бер десем, бермейсің ғой, ана суымды әкетіп қалып тұр.
қойса бері келсе қойса кек тұрсайдың сөйтіп анау досым шеқып өз қызбен не ама сөйлеспеген енді бұл қыз бар екен деп ойлап тұрған жоқ қой енді сөйтіп көктемнің кездері ғой ана как раз ана бір бүйтіп неғып жүрген кез ғой енді бүйтіп Күйлеп жүрген кез. күйлеп жүрген кез ғой енді Күйлеп па не ол? иә күйлеп жүрген кез жай машина қозғалып кетті ар жағынан машинаның свет жанды арт жақта бүйтіп сары шаш көрінді қайрат қара дедім да қарап қалды сары шашты біреу көрінді ғой бір байтал көрінді ғой артында бір байтал бүйтіп русалка бүйтіп жатыр екен да короче шапалақ мынау сол жерден тұрды да маған қарады да тоқтамай позор болғанын білді да жүгірді ғой тоқтамай жүгірді Екі остановка екі остановка емес біраз жер жүр қазір біз қай жерде отырмыз қазір мына бәйтеректің үстінде отырмық қой сол бәйтеректің примерно ана зажигалка бар ғой мына жақта соған дейін жүгірді ғой ама айтамын арқасынан ше бәйтерекке бір ремонт керек екен зажигалка келгеннен жүгірді кезейді өзім іштім зато ше алды сол кезде ғой анау жүгіріп бара жатыр ғой анау тез жүгіріп бара жатыр көшедегі адамдар енді тез өтіп кетіп бірақ қайратты көрді ма деп бір кейін мен қарап арқасынан қарап қайрат емес екен ғой деп 20 адамдай десе камераны бір тез өткізсең же қайратқа ұқсап кетеді айтады көрермен астына ішек істеген болсын шоқанның жаңағы далақ туралы әңгіме болып жатыр ғой максимум далақ туралы бір әңгімелер болған жоқ қана такси орыс такси ұстайтын жоқ қой деген мынау ше ақыры айтайын елімденге айтма ақшаға бола ол жасайды бәйтеректің үстінде отырып қой иә абырой айтайын қол қоямыз қазір мынау бір қамалып қалады қызбен кітапханаға қамалып қалады байқамай әдейі да құлдап қалған әлемде табылмайтын кітап сұрап ескі кітаптан қыздан қыз қоймайтын ғой мынау кенже қорам мынау уағызға барып жүргендер жүр ғой жоқ ойнап негізі қыздан қыз қоймайтын десейтін ше жоқ ол қоймағанда қалай ашып айту керек ол қызбен сөйлесе ма или сыртынан барып әңгіме айтып кете ма қоймай сондай қой әкеп береді қойдың майына қоймай атын айтпаймыз сіздер мына кітапханада қызға бұл да байқамай әдейі қамалғысы келіп жүрді ғой екеуі жаңағы қамалып болғанға алдым қамалып кітапхана келіп ана қыздың атын айтып ше Дженнифер аш есікті білем іште қайрат бар ғой қайрат бар ғой көздегенің қайрат ғой Ниша қайрат пен Ниша не істеватсың көздегенің қайрат қой білмеймін Жоқ, қызға шалып жатыр деп алса, енді биылда қыз көбейіп кетті ма білмеймін. Екеуі университетке кетіп бара жатқан ғой. кім екеуі нақтылы Мына екі жігіт та жаңағы историялар айтып жатыр енді. Екеуі ешқашан жақсы деп бөлінеді ғой. Сөйтіп та мына жігіттің маған бірдеңе айтамын деп есіне түсіп кетеді да. Ана мақпал деп жібереді. Мақпал деп жібереді. Мына қарап барып, "Я ойнай, ешкім дейді. Олжас дейін деген дейді. Сол сияқты қыз не мынандай болған короче братандар ғой бізден бұрын 2 жыл бұрын бітіріп кеткен братандар ғой короче Шымкентке тура біз сияқты жұмысқа барған квартирада жатқан бәрібір квартира тура біз сияқты араласады ғой әлі күнге дейін араласады сөйтіп кейін естіп жатырмын ғой квартирада жатқан или даже студент кезінде ма бәрібір үйде жатқан бөлмеде жатыр дейді тау бір бөлмеде 4 бала болып жатыр ғой короче ішінде біреу қызымен сөйлесіп жатқан ғой короче ол қызбен сөйлесіп жатқан иш жатыр сол жағында бір адам ана екеуі мына жақта жатыр емес 4-еу ғой иә жан қалай жақсысың балапан деген ғой енді ал не дейсің аха деп сөйлесіп жатқан мына екеуі деп сөйлесіп жатқан кезде мына екеуі қоймаған ғой в общем екеуі ше теуіп жібереді үйтіп жібереді бүйтіп жібереді сөйткенде мына жақта анау өзімен өзі ойын ана ол кезде ол уақытта братандардың уақытында телефонда жылан ғана ойын ғой басқа ештеңе жоқ
снек соны ойнап жатқан сөйткенде анау екеуі қайта шула бергеннен кейін жігіттер е-мое деген ғой не болды е-мое өсе деген кезде мына телефон ана жылан ойнап жатқан братан тура аузына келді ойнап жатып телефонға бүйтіп қарайды жаным деп жазылып тұр ғой анау анамен ұрысып жатқан кезде татақ көп бүйтіп қарап қалса татақ ойнамай бір күні сценарийге шығатын кезде тойға қазір сценарийге сүннет тойға ше тойға шығып балалар ән айтады ғой сценарий демаса ән айтқанда иә тойда ән айтқан әнші да енді ортада проигрыш бар ән айтып не бар? проигрыш бар проигрыш та ән айтып болғаннан кейін домбыраны тарту керек та сөйткенде бір жігіт жаңағы ән айтып болғаннан кейін сразу домбыраны тарту керек микрофон жерге қойған ғой сөйткенде домбыраны тартқан қайт ән басталып кетеді да микрофон алайын десе микрофон жоқ сөйтіп кішкентай бала алып қашып кеткен оны иә өйтіп оның артында қуалаған адам жаңағы ән кетіп жатыр ойыш кетіп жатыр иә сондай нәрсе болып қалмасын деп бір жігіт тойға шығады ғой сондай история болған соны микрофон жерге қоймаңдар қолдарыңыз ұстаңдар мүмкіндік болса болмаса алдыңа қойыңдар балдар әкетіп қалмасын жаңағы деп нұр болып сол қалтаңа иә сөйткенде бір жігіт жаңағыдай ән айтып болғаннан кейін микрофонды домбыра тарту керек қой сразу микрофонмен жаңа ән айтып болғаннан кейін сразу микрофон жерге қою керек қой енді есі түсіп кеткен да микрофон жерге қойсаң қазір ұрлап кетеді деп сөйткенде дағы ол микрофонмен бірге домбыра тартқан ғой сөйткенде дағы оны менің бір ағайым түсіріп алған видеоға видеоға түсіріп алған ғой оны видеоға сөйтіп оған жібереді ғой қыдыр дейді о заманда бұл заман дейді микрофонмен домбыра тартқандан бір жігіт көрдім дейді ғой сөйтіп ол жігіт мынау ғой дайын ше мынау да мынау екеуміз ғана бір мысал айтамыз сөйтеді да мынаған мен көрсетемін ғой жіберемін өзіне түнде бұл тұрады жалынады ғой ешкімге көрсетпеші өтініш әбет әпер деймін мен болды дейді әбет дүние оңыздық қой сонда әбет ішіп аламын мен жақсы әбет әпереді сөйтіп әбет ішіп болғаннан кейін группаға таратамын мен по-любому әшейін иә сондай болған қазіргі бұның үкімі не болды той туралы әңгіме 2006-2007 жылдары түркістаннан сонымен жаңағы есін алдында болатын той барса күн боран музыкант жігіт камера түсірген ғой тамақ ішуге болған сонымен той басталмайды мынау күн неғып кетті жігіттер сәл көрмесеңдер жауап аласыңдар сәл олар размерін айтпаған қанша стакан бутылка ештеңе жоқ қанша деген бір ящик әркімнің қалауындары тұр соның ол жігіттер сәл-сәлдің пределін білмей басқаны ғой тамадан музыкант үшеу сонымен жаңағы той басталған оператор бірінші масайып қалады ғой тамада уже енді опыты бар екен әйтеуір сақталып сонымен той басталған тамақ көбеймей шыққан ғой жылынбайды күн суық есіктің алдында болып жатыр погода ондай болып кететінін білмегенмін қазақстан якутияға бар той жоқ приказ сонымен той басталады тойды ашады ақсақалдарды шақырады қос ата ананы шақырады ғой үйлену свадьба болып отыр қыздың ата анасын шақырады сөйтіп қыздың ата анасын шақырып тост кезегінде тойдың иелері тостың жаңағы қыздың ата анасына беріп жатқан кезде уже мұрты бүйтіп түсіп мазасызданып бастайды оператор тамада көреді да
екінші шығады яғып деген тамадан көз шығып барады сыпыртқы жоқ дейсің ғой. нормально иә нормально дей береді дейді да нормально оны құдалар да көріп тұр да құдалар ойлайды сонымен анау бөкет тоқсан оператор құдаларға сәл жақындап жүру керек қой енді ол кезде БХС камера қазір цифровой монтаж той далада болып жатырмын ба иә тойхана жоқ қой есіктің алдында сонымен ол кезде прожектор бар сәл жақындайды құдаға қарай құда сөйлеп отыр еді қызым пәленше жаңағы уже екі рет келіп қойған бәрекелді. үшінші құданың шалбарын бәрі быт болып кеткен деген быт болып кеткен түсінбей тұр не болды мынау десе операторына қарап нормально жарығыңды өшірші жастарды көріп шешесің в общем біз енді жаңағы өнерде оқимыз актерствода оқимыз деді ғой студент кезде бізді практикаға театрға шақыратын тұғын театрға жаңағыдай спектакльдерде массовка ойнап береміз иә басында айттық қой бәріміз массовканың жілігін шақты иә жілігін шақты сол массовканың жілігін шаққан біздер ғой сол театрға шақырған кезде в общем бір спектакльдің үзіндісі бар бір өзбек хан ба жоңғар ма әйтеуір сол жоңғар хан ба тұрған кезде оған жүгіріп келді да ханем мына жақта бірдеңе деп айтып жатқан кезде анау айтады ханы жаңағы өзбектің ханы өзбек хан ба или жоңғар дей берейік жоңғардың ханы айтады ей сен осындайсың бірақ сен не білесің дейді да ананы бір тебеді сол кезде театрдың бір актері ханем дей ма бірдеңе деп жүгіріп келеді да қазақтар дейді да өліп қалады қазақтар келе жатыр иә қазақтар келе жатыр дейді да өліп қалатын тұғын андай иә өліп қалатын келе жатыр мына жақта шабуыл жасай жатыр деп сол кісі бауырыммен асығып тұрмын сендер енді актерсыңдар студенттер сол жерін саған тапсырсайды вообще кішкентай жер ғой қазақтар өле сал деді ана бір тебеді сол жерінде көріп ал деді да бізде массовкада бүйтіп батырып тұрғаннан кейін көріп алғанбыз ғой енді сөйтіп айтты сөйтіп айтқаннан кейін бәріміз сахнаның артында бүйтіп жатып алып отырамыз ана спектакль болып жатқан біздің шығатын кезімізде емес енді бүйтіп әңгіме қызып кетті енді ана жақтағы ағаларым ше ұмытып кеттім в общем әңгіме қызып жатыр жаным сөйтсем ана кісі бүйткен ғой сен ол жайлы не білесің деген да бір тепкен ананы не білесің деймін мен саған деп тепкен ана не білесің сен деп тебе берген ғой естіледі ше анасы деп ана таяқ жей берген соң мен әңгіме қызып тұрмын да сәл ашып қаламын закулисный қылша көріп қалдым менің кезегім жүгіріп шығамын қазақтар дей саламын деп тұрамын ғой сөйтіп әңгіме қызып бүйтіп көремін да ше еске түсіп кетеді ғой ше жүгіріп шығып қазақтар деймін ғой сөйтсем таяқ жеп жатқан кісі осыдан кейін да массовка тек массовка болса шақырыңыздар 2 мың теңге болсын түсіп береді оның өзін дұрыс ойнамай жаңа алдына түсіп кетті деп жатсың ғой сен сондай сияқты бірдеңе болған менде ше досыммен бір ұлы сапарға шығамыз ғой не сапарға ұлы сапар ұзақ сапар бүйтіп немен Қызылордамен айналып Жезқазғанда бүйтіп қараған Астанаға барамыз деп жатыр гүл Қазақстан досым екеуміз машинамен келе жатырық айдалада орып келе жатырық досым машина айдап келе жатыр бір кезде ішім ауырды ғой менің ана арада шөлдеп келе жатырық магазин жоқ айдала жел тұр тоқта деймін ғой ішім ауырып жатыр деймін ғой айдала шамал барамын ешкім жоқ ол жерде айдала шамал жүремін дағы ташлап отырамын буындарым босап мына жерден бастап ташлап жан кете бастап босап дейіне бүйтіп отырсам қап қараң айдала ана досым да қорыққан ғой шамал қорыққанда менің жаныма келіп шаптырып тұр ана шаптырған ше кәдімгідей жел ғой жел напротив шөлдеп келе жатыр ғой тойып алған анаған бір бермей өтіп қой деп қойды ойнамай сол кезде киелі желде ала білейін ба қалай болады деген қандай голосование береді қалай қыламыз өзіміздің еңбекпен жинаған 4 подписчигіміз мына 4 подписчигіміз бар
тұрақты көрерменіміз. Мен өзім ойым. Олжастың бірінші айтқан историясы өтті жаңа. Машинада қыз отыр деді, бірақ кезде. Иә, Қазір екі стакан алды. Ұнады сол. Жоқ, жүнсі ме? Өзі айтпады, анау айтпады. Дауыс берейік, Қыдырыққа. Мен Олжекеңе дауыс бердім. Өзім дауыс Олжекеңе. Өз арамызда дауыс береміз, Өз арамызда. Мен өзіме дауыс беремін. жоқ. Мен шоқынға да берген Баладау, иә? Дейтін ма? Өтті сол да өтті. Өтті сол. Бірінші өтпей қалды. Бірінші өтпей қалды. Зәрішке деңгейі бар ғой, Олжас көп қиындық көріпті, жоқ. Олжас көп қиындық көріпті, иә. Алсам мен де Олжасқа бердім. Мен мафия Олжас деп ойлаймын. Мафия Олжас деп ойлаймын. Мен де Олжас. Өзіміздің көрермендері бар, Құдай қаласа тұрақты көрермендері. игілігіңізге жаратыңыз. Құтты болсын, көп қиыншылық көрме. Шапалақ ұрып қойыңыз. Шотал десе. Арты азат болып кетесің ба? Нормальный футболкасын да, yani. Қаншаға алдың мысалы? Азық өзіңізден Маған ойлыңызге шығар да, үстіне қосып тұрып нормально бірдеңе ашып. Жоқ, рахмет. Мені ұлықтайсың деген адам сияқты. Жақсы болды, иә. Құдай қаласа келесі кездесеміз бе, кездеспейміз бе, бірақ кездесуге тырысамыз. Сау саламат болыңыздар. массовка сіздер үшін.